Рациональный покупка жасағыңыз келмесе, қарызға кіргіңіз келмесе, кредитке кіргіңіз келмесе, осы видеоның соңына дейін көріңіз, иә. Мен айтатын едім, адамдар қай кезде эмоциональный покупка жасайды, қай кезде кредитке кіріп кетеді да. Мысалға, бір нәрсені бастап жатырсыз деп айтайық сіз да, бір жүгіруді бастайын деп жатсыз. Таңғы 5-6-да тұрып сіз жүгірейін деп жатсыз да. Сондай өміріңізде жақсы әдет енгізбекшісіз. Бірақ көбінесе сондай адамдар бірінші Каспий магазинге кіреді да, сол жерден трико, спортивка заказ беріп бастайды, жүгіруге арналған коврик мысалға. Сосын оны бастағаннан кейін сіз факт емес, что сіз өмір бойы сонымен айналысып кетесіз дегенде, бір-екі күндік қызығушылық болуы мүмкін, может эмоциональный біреуді көріп алып инстаграмнан соның өмірін қайталағыңыз келіп істеген болуыңыз мүмкін да, и ол сол жерде ол затты пайдаланбасаңыз қалып кетеді, бірақ кредит сіздің ойыңызда қалады, иә. Не болмаса сіз онлайн жұмыс бастап жатсыз делік та. Онлайн жұмыс бастап жатсыз, сіз ноутбук, MacBook, возможно, одан да басқа қымбат ноутбук сатып алғыңыз келеді да өзіңізге. Ол опять-таки ақша болғаннан емес, жаңағы кредитке қарыз қалуыңыз мүмкін. Сол кезде өзіңіздің үйіңізде может ноутбук бар шығар, может таныстарыңызда бар шығар. Или ешкімде жоқ болған күнде де ломбардтан барып наличка ақшаға арзандау жұмыс жасап тұрған ноутбукты алып сонымен жұмыс істеп көріңіз деп айтар едім да. Спортпен айналысып кетсеңіз, нұр үстіне нұр, әрине. Сондай кезде өзіңізге вознаграждение ретінде алып беріңіз деп, сол қалаған нәрсеңіз деп айтар едім. Спортпен айналысып кеттіңіз ба, жақсы жүгіріп жүрсіз ба, бір ай жүгіріп жатсыз ба, өзіңіздің үйіңіздегі киіп жүрген спортивкаңызбен киіп жүгіре беріңіз. Кейін солай өзіңіз жүгіріп, салмақ тастап, жақсы өмірді өзіңіздің өміріңізге, әдетіңізді енгізіп жатқаныңызға марапат ретінде сатып алып берсеңіз, жақсы да. Ол негізінде өзіңді сыйлап, өзіңге құрмет көрсеткен. Ноутбукты дәл сондай да, мысалға, сіз уже табысқа шықтыңыз, бір ай жұмыс жасап жатсыз, меңгеріп алдыңыз, ұқтыңыз бәрін, жақсы жасап кеттіңіз. Сондай кезде сіз айына 500 мың, 500 мыңнан көп 700 мыңдай табыс тауып жатсыз дейге онлайн жұмыспен. Сол кезде сол ноутбукты, қалаған қымбат ноутбугыңызды ақшаға, кредитке емес, бір айлық табысыңызға, возможно, 2 айлық табысыңызға өзіңізге сыйлап, сен осындай жаңа нәрсе үйреніп жатсың, саған рахмет деп сыйлап, лучше солай жасаңыздар. Қарызға кірмеңіздер. Қарызға кірудің алдында сол затты алатын кезде ойланып, осы маған действительно керек па деп анализ жасап, бірінші қолыңызда бар дүниемен бастап кеттіңіз деп айтар едім. Осылай жасап көріңіздер, қыздар, сау болыңыздар.